Баршаңызға сәлем, Бәрде Қазақша каналының көрермендері мен қонақтары. Бүгін сіздермен банкада етті маринаттайтын боламыз. Қалай маринаттайтынын білу үшін видеоны толық қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осымен екі еттің түрін алдым. Оны бір тауық еті, екіншісі кәдімгі сиырдың еті. Осыларды 4 бұрышты пішінде турап алдым барлығын. Менде ет толық жібіген жоқ. Сондықтан кесуге ыңғайлы болсын деп толық жібітпедім. Үйіңізде қандай дәмдеуіштер бар, қандай дәмдеуіштер қосқанды жақсы көресіз, өз қалауыңыз. Барлық дәмдеуіштерді салып, барлығын араластырып, банкеге салып қойсаңыз болады. Бір жақсы банкеге салып маринаттап қойсаңыз, тұзы жақсы сіңіп, еттің де дәмі кіреді. Одан бөлек күнделікті макарон, картошка, тағысын қуырма тамақтарға салып жесеңіз, тамағыңыздың дәмін келтіретін болады. Ал олай болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің жай ғана әрекеттеріңіз менің каналымның дамуына үлкен үлесін қосады. Ал сәттілік, видеоны соңындайтын көріңіздер.